Үйіңізде новый вафельница немесе дәл осы менікі сияқты апаңыздан қалған вафельница болса, міндетті түрде осы менің рецептім бойынша вафли жасап қойыңыздар. Таңғы асқа немесе құр шай ішкенге өте тез дайындалатын керемет тәтті деп айтар едім. Қыздар, ең алдымен біз жұмыртқаны құрғақ ыдысымызға жарып алатын боламыз. Бұл жерде 5 жұмыртқа, мен барлық заттың мөлшерін описанияға жазып кететін боламын. Үстінен шекерді салып, жақсылап микселейтін боламыз. Баста жай жылдамдықпен бастап, кейіннен жылдамдықты үлкейтіп, шекері ергенше микселейтін боламыз. Кейіннен бөлме температурасындағы немесе ерітілген сары майды салып, үстіне електен өткізілген ұнды салып араластырамыз. Ешқандай қопсытқыш, сода қолданбаймыз. Дәл осындай теста болып шықты. Егер де бөлме температурасындағы сары май қосқан болсаңыз, сізде кішкене қоюлау теста болуы мүмкін. Онда тұрған ештеңе жоқ. Енді біздің табамызды қыздырып алатын боламыз. Сізде электрический болса, электрическийді, осындай болса, газге жақсылап екі жағын бірдей қыздырып алып, бір ас қасықтан салып отырып, бетін жауып, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп пісіріп аламыз. Қыздар, піскен кезде қанша ыстық болса да, бірінші сразу ораңыздар, өйткені ол қатып қалса, орай алмай қаласыздар. Міне осындай керемет вафельдеріміз дайын. Ас болсын.